Құранның 7 үнін қалай анықтауға болады? Енді Құранның барлық жаралыс, ислам деген жаралыс деген, сол жаралыс деген осы 7 үнге келіп тіреледі да. Сен дерткен 7 жол жараттым, 7 анда. 7 үнсіз сен ешқандай жол да жоқ, қалқадығың бәрі. Соның бәрі 7 үнді меңгерумен байланысты. 7 үнді сенің 7 үннің 4-еуін ғана шариғатпен меңгереді екенсің. Ол шариғат деген тек қана Алланың елшісінің айтып кеткен жаңағы хадистер, сүннеттерменен, ол Құран ғана емес. Оған сол 4 үнге енді 4 үннің кітабы, 4 үн, ол енді үн деген кітап. Құранның 7 үн деген Құранның 7 кітабы. Есіңде. Ол немен байланысты? Ол Тәурат. Ол енді немен байланысты? Ол Забур, ол Інжіл, және ол Құран. Енді Құран болғанда Құрандың емес, ол Алланың елшісінің сүннеттерімен байланысты. 4-інде. Осы 4-еу түгел болса төбеден келеді дейді. Төбеден 9 келеді енді. Енді осы 4-еу болды ма, қалған 3-ні қайда? 4-еу түгел болса, қалған 3-еуі 9 болып келеді. 3-еу қайда? 3-еу деген қазақта, онда қазақта тұр, онда. 3 ағашқа атын байламаған еркек емес дейді. 3 ағаш. Сондықтан 3 ағаштан 5 атаны көтерудің өзінде тұр, Алматыдағы. 3 ағаш деген ұғым бар да. 3 ағаш, ана барлық нәрсе теңдік сақтау 3-ден. 3 ағаш дейді. 3 тек. Сол 3 тегіміз біздің енді ойлау, есту, көру қасиетімен байланысты екен. 3-еуіне. Осы 3-еумен байланысты. Енді осы 3-еу оғанда ол енді қыдамын байланысты. 3 күндігін ойламаған әйелден без дейді. 3 күн ол. 3 күн ойламаған. 3 күндігін. Енді 3 күн деген қайда ол не дейміз ғой? 2 күнікі не? 2 күнді қайда айтып жүрміз ғой? 2 күніміз біздің жетемен сана. Жете сана. 1 күніміз енді сол 4 ақылымыз. Сол 4 ақылымыз мінекей. Сол діл. Діл осы біздің 3 күніміз осы ділімізбен байланысты. Біздің діліміздегі 2 күн ел билік Назарбаев сол кінібі жүйесі арқылы тартып алып, соны бұғаттады, сонан Тоқаев әлі ашқан жоқ. Тоқаев оның үстіне кәдімгі қатеге жасап отырды. Біз заңның күшімен деп, енді олай болса, сен заңға енді қуат бер. Заңда қуат болу керек. Заңда қуат болмағаннан кейін біз осындай жағдайға не болатынбыз. Заңға қалай қуатты береміз? Сондықтан міне қазіргі сосы Құранның әр елдің 3 кітабы өзінде болады. Орыстың 3 кітабы болады. Біздің 3 кітабымыз сол 3 би, 300. Соны Абай атамыз айтты, қазақ қайдан адам болар дейсің. 100 қараға 200 кісі соңға да бер қойды. Біз таңбамен 300 белгілеп қойған. Сондықтан 3 кітап қазақта анық белгіленді. Орыстың 3-еуі бар. 3 богатыря дейді олардың 3-еуі. Солмен тарайды да. Бәр нәрсенің өзінің 3-еулері бар. Ағылшынның 3-еуі бар. Қырғыздың да 3-еуі бар. Барлық ұлттың өзінің 3-еуі бар. Біздің 3-еуіміз енді қайда тұр онда? Біздің 3-еуіміз сол 3 бименен нәтижеленіп тұр. 300-іміз бенен 3 биімізбен нәтижеленіп тұр. Сөзімізде тұр. Осы 3 билікте ұрысам, біздің сол 3-еуіміз түгел болады. Ол 3-еуіміз бірақ, 4-еуісі тағы болмайды. Міне 7 деген осы Құранның. Сол Құранның енді осы 3 нені Шәкәрім атамыз не деген? Шөйді айтып кеткен ғой, уәзін деген. Ақындар уәзіменен, мен соны өлең жазған, ақындар уәзіменен өлең жазды. Соны уәзін деген. Ол уәзінді ол деген, пәлен деген үмбетей жыраудың несі бар. Оның жаңа жырауынан дейді, анау ненің кестесің дейді, арқардың жүрісін естейсің дейді. Осылардың бәрі 3-еу немен сөйлеп тұр? Домбырамен сөйлеп тұр қазақ. Қазақтың 3-еуі қазір домбырада тұр. 2 ішіп
және перне үшеу. Екі ішек пен перне мінекей соны айтады. Үшеу сөйлеп тұр. Міне бәрі қазір сол қазақта осы қыл. Ал бірақ жалпы біздің қазір біреуімізбен өмір сүріп жатырмыз да, біріменен сол тіліміз бар ол, бірақ қалған екеуі жоқ бізде әлі. Жетемен сана жоқ. Жетемен сана сөйлеп тұрған жоқ бұл. Ол ақын жазушыларда жоқ қазір. Ақын жазушыларда болмаған қарапайым қалыпты қайықтан болады. Біз ақын жазушыларымызда қазір жоқ. Бәрі қыз өлеңменен кәдімгі әйтеуір сезім не бар. Сондықтан ана әйел адам, бұл жаңағы айтып отырмын, жаңағы өліп тірілуден шығып отыр ғой. Әйел адам үнемі сезім өліп тіріледі, өзгереді. Сонан кейін ол қай уақыттарда мына қатын 40-қа келгенде қылық шығарады дейді. Әрбір 10 жыл сайын өліп тіріліп отырады. Ең соның маңыздысы сол 40 екен да. 40 жаста сол адам сезім өлу керек. Өзгеріп отыру керек та. Сезім өліп, өзгеріп отыру керек. Керінше біздің сезімдеріміз қайта жаңғырып жатыр. Қара байқайсыз ба? Жаңғырады ана. Әпедемі осы бәрі керемет топ қалды десем, бір күні қарасаң қыздың алғын жасап шыға келеді. Міне осындай жағдай мына. Сосын жаңағы енді осы шаруамен байланысты қазір мына жайнаққа арқылы, жайнақ дегеннен біздің деміз болып тұр ғой, тексеріліп жатыр. Сол жұмыс арқылы не болады? Сонда не? Ана ауыр жұмыс десе, сезім өзі неге айналады өзі, қуат. Сезім жанады да, сосын барып торға бастайды. Жаңағы қисаны кіріккен қатын сияқты. Осындай жағдай болып жатыр міне. Кешегі сол мал мен енді әбден сезімге, бүкіл ақылның бәрі сезімге айналып кеткен көлеңкесіне сол Гүлзияны сол малды дұрыс, бақты, жақсы, қарады, керемет енді. Шаруаны істеді. Бірақ ана соның бәрі үлгеннен кейін, онда енді ана көлеңкелер келді да торғы басталды. Торғы басталғаннан кейін, сосын енді ана жерде сонымен бірге ол ана бұрынғы қаран көлеңкелердің бәрі жинап алды өзіне. Әйел торыққан кейін, әйелдің көңіл күйі түскеннен кейін болды, өзіне ана қара қуаттың бәрі жинай береді. Сосын енді оның ана қара қуат арқылы істерінің бәрі соған айналады. Сосын маған айтты, 3 жылға дейін енді жоқ деді, су жоқ деді. Мен бірден түсіндім. Тексердім, ол кімнен шығып тұр бұл? Кім деп? Сонда сөйтсем Гүлзия сөйтіп жауып тұр екен. Сосын байқадым, ұйықтап жатыр екен, екпетінен жатыр екен. Мынау болған екен дедім оны. Түсіндім. Екпетінен жатыр екен. Әйел адам екпетінен жатты дегенше болды. Сосын түсіндім, ол болмайды. Сосын айттым, онда сен қатты сағынып жүрсің ғой. Я деді, онда қайта ғой енді. Ұқсат енді. Енді болды енді. Себебі онан артық енді сол анау. Енді болды ана өлім, бір өлімнен өтті ма? Өлімнен өткеннен кейін енді оны қайттан жаңғыру үшін басқаша ана сезім, ана өзің ана бұрынғы сезімдерін жаңғыртып, ол сезім қуатын Алла Тағаладан сол алу керек еді да, тәуекел қылу керек еді. Көбісі сол тәуекел жоқ. Қазір қарасаң, енді ана жаққа қарасаң, ана сәуледе болды, ол керемет, сондай енді қуаттайлы ғой, әлі көп. Қуатты емес, әлі көп. Қуаты жоқ. Енді солай не қылу керек, әлі көп, қуаты жоқ. Сол әлі заводтан қарасаң, кеше барып қайқасам, торға бастап. Болды, енді сол себебі ана сұлтан айтты, тамақ бұзылды деді. Ол неге? Демек, сол жерде қара қуатты шығарып жатқан біреу бар. Сосын сол сәуледен шығып жатыр. Неге? Ол ана меңгермеген. Қуатты. Жас кезінен соны әдет жаман ауылға әйеліңді апарма деген әдет дұрыс болу керек. Әдет дұрыс болмаған сол әдетпен, қуат әдетпен қалыптасады да. Сенің әдетің қандай, қуатың да сондай болады да. Міне сондай. Онда деймін, онда болды, тоқтатыңдар, онда ауыстырыңдар. Міне қазір көп ана жерге барады да, шамал жүреді де, қарасаң анау әлін жұмсайды да, қуатқа келгенде Аллаға тәуекел қылу керек. Қалай да сол өлім сатынан өтетін кезде қашады. Өлім сатысынан сол өте алмай қалды, сол Гүлзия да өте алмай қалды. Қалдар қосына сол өлімнен өту керек та. Қайттан түрлену керек. Жаңағы қисаның неден тірілткеннен кейін. Ол ана кәдімгі сезіммен, ана күйеумен не болды да, оны өлгеннен кейін ана сезім бәрі жоғалып кетті. Сөйтті, ол барды да ана басқа байға тиіп кетті. Сондықтан әйелдерде опа жоқ дейді.
әйелдер міндетті түрде өзгеріп тұрады. Қатынды бастан деген өзі, егер де әйелде сол бастан сол қалыптаспаса, ол анау сезім өліп неғылған кезде, ол дереу басқаға ауысып кету, ол заңдылық. Қазіргі сол қайта бай ауыстырғыш осылардың бәрі сонан пайда болады. Міне осылайдан пайда болады. Бәрі осы сезімнің меңгере алмаудан. Бұның бәрі енді үлкен бұл да бұл ғылым. Бұны енді зерттеу керек. Әсіресе жастар біздің уақытымыз одан өтіп кетіп, мен тек қана былай өзімнің тәжірибеммен өткен өмірін сонан салыстырып қана пайымдап айтылып жатыр. Бұның бәрі мен тәжірибені өткізе алмаймын. Мен тәжірибені өткендерді ғана айтып жатырмын. Әйел мен еркек қатынасының арасы деген бұл үлкен ғылым, бұл үлкен психология. Оны меңгеру, ол тек қана қазақтан, сол әлем осыдан құлады міне. Әлемнің қазір осы қирап жатқанының бәрі осыдан келді. Яғни діннен пайда болып жатыр да. Сондықтан мына қазіргі осы сайттарда не отқан осыларға түсіндіру керек. Дінсіз дінім жоқ деген, күнәм жоқ деген, періштеге айналдым деген сөз да. Сен күнәм болатын болса, сенде болатын болса, сенде дін міндетті түрде болады. Дін қазір мынау менде де бар. Себебі ол жынмен байланысты, міндетті түрде. Тек қана Алланың елшісінде ғана дін болмаған. Дін болмағаннан кейін Құран түсірген. Айтты ғой, діндеріңді дейді, Аллаға ұсына отырып жалбарыңдар дейді. Дінді Аллаға өткізіңдер дейді. Беріңдер Аллаға дейді. Ол деген не сөз? Сен күнәңді мойындау дініңді. Дініңді мойындау. Ал дінді мойындамау деген сөз, күнәңді мойындау. Дініңді мойындай, Аллаға қалай жалбарың? Сен дініңді мойында, ол күнәңді мойында. Сен күнәдан жатқан нашар адам екеніңді, сенің күнәкар екеніңді іштей сезініп барып Алладан сол жалбарыңдар дейді да. Сөйтіп жалбарыңдар дейді да. Мен сендерді бір жайсыз судан жараттым дейді да, күнәдан. Солай сендер дінді солай бердім сендерге дейді. Біз қазір не істейміз? Бәріміз кетінен перепше болып кетті. Енді тағы бір осындай сұрақтар туындайды. Енді біздің басқақта көбісі сұрақтарда жаңағындай мынандай Құран оқысаң байып кетесің дейді, мынандай үйді аластасаң, мына дұғаны үйді аластасаң, бүкіл жын перілердің бәрі шығып кетеді дейді. Сондайлар қазір халыққа не қылып жатыр да, сондай фейсбуктерге, ютубтерге салып айтылып жатыр. Сол қалай болады? Дұрыс па, бұрыс па сондай? Жақсы, енді дұрыс. Бір жағынан, ол қашаннан келетін рет қой енді. Мына дұғаны оқысаң байып кетесің, кез байып кететін дұға, мына неғып кететін дұға, бәле жаладан құтылып кететін дұға деген. Бірақ бұның бәрі немен байланысты? Негізі бұл бұрынғы қарабақтылықпен байланысты. Қарабақтылықпен байланысты. Қандай қансан дұға деген көзі қарабақтылықпен байланысты. Себебі біз қазір Құран ашылған уақыт, бір қалайда біз бұдан Құраннан жауабымызды Құранға жүгінуіміз керек. Біз енді қазір аруақтар арқылы Құраннан бұлай сұрады деген ешкім сенбейді. Көбісі сенбейді, ешкім емес енді сенбейді. Болса осындай хабар келіп жатыр, зікірден хабар, шындықтан хабар кітап оқылып жатыр ғой. Бірақ онымен біз түсіндіре алмаймыз. Оны ешкім мойын сұнбайды. Бірақ соған орындалып жатқанмен шаруасы жоқ. Ал келіп жатқан біздің зікір хабарларменен кешегі ана шахтада адам өлікті ерте айтылды. Кеше осы бүгінгі болып жатқан жағдай ауру туралы осылардың бәрі алдын ала айтылып ескертіліп қойды. Бірақ оған мән беріп жатқан жоқ. Енді осы сол дұғаменен көйтіп кетеді, мен дейді, сосын Бекболат Тілеухановтың несі ау, дауысы, мен де осы дұғын естім, мен пайғамбардың дейді, ұрпағымен кездестім дейді. Ол осындай бір дұғаны айтты дейді. Сол дұғаны айтсаң, бірден Аллаға тағала жалғанып кетесің деп сондай да тұр. Осының бәрі Аллаға серік қосу. Күдіксіз серік қосу, ортақ қосу осыдан пайда болады. Ол серік қосу, қалай серік қосу деген Құран аяты бар. Біз Құран аятына жүгінуіміз керек. Құран аятына жүгінуіміз керек. Құранда не дейді? Алла дейді, бір тұтас тілектерді қабыл қылушы дейді. Тілегін қой енді сенің. Ола дұға дейді, тілегін қой. Алла дейді, бір тұтас тілектерді қабыл қылушы дейді. Яғни, егер де сен өзің жеке тілейсің ғой, бәрін намазда тілейміз, аяқ тілейміз. Бірақ
біздің жеке тілегімізге біздің ана жақтан әруақтар қол жаймаса, егер олар қосып тілемесе қабылмайды екен. Сондықтан айтты, Алла бір тұтас тілектерді, яғни біз жеке өзімізге тілек керек қой. Егер де соған тілекке тілек қосушы болмаса, өлілер риза болмайды, тірі баймайды. Бізге ешқандай байлық жоқ екен. Сондықтан енді сол тілекті көбею үшін Құда мыңжылдық дейді. Құда мыңжылдық. Яғни біздің тілектеріміз көтеріліп болған жоқ. Мен мысалы жеті адам, әйел өзі теріс айнала бастады. Мен бәрін енді ата жолын мен басқарам. Сенікі дұрыс емес дегенді айтты. Ол балдар болсын, сол болған кезде енді ол тілек қабыл болу керек, болсын әруақтан көтерілу керек. Енді бізге беретін беріп болды. Өйткені оттың басы түзелді, болды, ағайын туғандар бәрі жақсарды. Енді әрі қарай тағы тілеу керек қой, тілек қабылмайды. Сонан кейін енді тілек қабыл не істеу болу керек? Яғни сол тілекшілерді көбейту керек болды. Тілекшілерді. Сосын Айнұрға қосқанның мағынасында да. Бұл жерде Айнұрдың емес, бұл жерде ар жағында тұрған бүкіл арғынның аруақтары бар ғой, неғып тұрған соң. Енді сонда құдалар көбейді бір күні. Құда мыңжылдық деген. Тілекші көбейді. Сол сияқты Айнұрдың да сол тілекшілер көбейді. Сонан барып та енді, сонан барып біздің жекешіміз оңдала бастады. Міне, дұға деген сол. Яғни айтқанда, Алла бір тұтас тілектерді қылушы дейді. Жеке-жеке демеген. Сосын енді тағы не дейді? Тағы енді оғында, мысалы біз, осы қазіргі айттым, біз айтады сен ата жолы сөйтіп атыр, бүйтіп атыр, сендер ғана сол Құдайдан тілеп өте салмайсыңдар деген сөздерді естіліп атыр да. Неге сөйтпейсіңдер дейді пәлен. Себебі біздің өзіміз арамызда сол шынымен тілектеріміз бірге қосыла ма? Қосылмайды көбісі. Кешегі кіммен Қанипамен Нұрмағамбеттің жағдайы болған кезде екі бөліндік. Біздің арамызда жүргеннің өзі көбісі қарсы болды. Өзіміз қасымызда жүрген, мен аттарын айта алмай-ақ қоймын. Дұрыс емес дегендерді айтпаса да соған жаймен піш-піш әңгіме болды, дұрыс емес ол кісінің істеп жүргенде. Сонан кейін мынандай жағдай болды да. Қайта айту көпшілік тілекші болды Қанипа жағына. Қанипа дұрыс болды, солай болу керек деген. Сол тілекке енді қазірдің өзінде осындай да, біз тілектеріміз қосылмай жатыр. Қосылмай жатқаннан кейін, ол бір тұтасқа айналмай жатқаннан кейін, біздің көп тілектеріміз әлі тоқтап тұр. Тоқтап тұр, осыдан 5-6 жыл болған тілектерімізге тоқтап тұр. Ол не керек? Сол біз ниет бір қосылу керек. Бір-бірімізге деген сонда махаббат болу керек. Махаббатсыз дүние болсын. Бұл жаңа сол бір тұтас дегеннен. Сондықтан енді біздің ата жолының артықшылығы неде тұр? Білесіз ба? Осы артықшылықта тілекте тұрады. Осы дұғада тұр. Ол қалай? Біздің дұғамыз, неміз масхабтан әлде қайда артық. Мысалы, масхабын жұмада тілейді. Қажыға барып тілейді. Бұрттас қосылатын жерлер сол ғой. Жұмада тілейді, қажыда. Қаланақта жоқ. Қаланақта жоқ қой. Оған 5 уақытынан садақасы оның бәрі жеке-жеке. Ал көпшілікке тілеу, олардың қажыда тілейді, жұмада тілейді. Басқа уақытта тілейді. Сосын енді олар барарат түні, мәуліт түні, осылардың бәрі өтірік, олардың жалған, хижрамен келмейді. Сондықтан оларда тек қана жұма ғана қалды да болды. А бізде не бар? Бізде Алланың бұйырған өзінің намаздары бар. Бізде намаздың саны көп. Біз не істейміз? Біз зиратқа барып келеміз бәріміз. Бір ма? Тілеп жатырмыз да зиратқа. Тілек қосылады, қанша дегенмен зираттан ниеттес ол бір көлікке отырғаннан кейін. Біз енді не істейміз? Айдың жаңаруына өз тілектерімізді қосамыз. 2 күн. Кеше зікір оқыдыңдар ғой. Енді айдың толуына 3 күн ораза жасап, тілектерді қосамыз. Қосыла ма? Енді сөйтіп отырып, біз енді не істейміз? 4-ші, 5-ші күндер ауыз бекітіп, не істейміз? Тілек тілейміз, тілектерімізді қосамыз. Тілектерімізді қосамыз осындай, 4-ші, 5-ші күн. Енді сол сияқты енді осындай, енді біздерге нәпіл ораза арқылы біз тілектерімізді қосамыз. Енді ол біздің тілектеріміз не тұр? Біз ортақ ісімізде тұр. Ортақ ісіміз қаяқта тұр енді? Біздің ортақ істеріміз сол қазіргі мына
айран дайындап жатырмыз, мал шаруасын жатырмыз. Осылардың бәрі ортақ іс. Мен соны айтып жүрген, тілектерің қосылсын, үлестерін қосыңдар анағам деген мен соны жеткізе алмай жүрген мінекей. Себебі өзің тілегің соған ортақ қосылады ғой. Біз ортақ іс арқылы қосыламыз. Насқапта ортақ іс бар ма? Жоқ қой, мешіт салып бәрін бір қаражатпен олар не болады? Ортақ іс өзі қолмен істейтін іс болу керек. Қай имамды көрдің, қай нелерін көрдің, бір істе істеп жатқан. Я мешіт салып жатқан. Бұған салып беріп жатыр ғой. А бізге сол ортақ іс болуымыз керек. Барып жатыр, Нұрғисаның қолын босатып қойып, Айсұлу оны қой бағып кетіп жатыр. Ортақ іс қой. Неге? Оны Нұрғиса неге көмектесіп жатыр енді мал қора, өзінің үлесін қосып жатыр. Кеше сіздер бардың, бәрі ортақ іс. Мен сол мәшінемен неғында мені қалып қалмауым керек менде. Пайғамбарымыз да айтқан ғой, болды біз ананы істейік дегенде қой, онда мен отына келейін деп. Мен соны ана құрылыстың заттарын жеткізіп беріп жатырмын. Ортақ іс қой. Мен оны бір жалақы талап еткен жоқпын, керек жоқ маған. Бірақ сол халыққа ең сол ортақ мінекей. А сонан біз енді сол өнімді сол шығарып халыққа ұсынып отырмыз ғой. Халықтың игілігіне. Сонан енді Алла тағала соған шипасын салып беріп жатыр, құдық суымызбен, айранымызбен, құртмайымызбенен. Міне осы ортақ іске соған біздің ортақ істеріміз көп болу керек. Бірақ енді сол аз болып жатыр да. Ал көбісі өз жеке басымен жүрді, ортақ істеп жатқан түк жоқ. Мына орда деген сол ортақ істердің басын қосатын жер ғой. Біз осыны жеткізе алмай жатырмыз. Бірақ қарсы жағдамыз басқаптан да тарихатшылардан біздің намазымыз көп. Яғни тілектерін енді қалай енді серік қосылады деген ұғым туады да. Қалай сонда неге олар сен пәлен дұғаны не қылдың да өтіп кетеді. Осының бәрі серік қосу. Серік қосу болатын жері ол Құран мына аятына байланысты. Менен дейді. Тез тілемеңдер деген да. Тез тілемеңдер деген. Енді серік қосу ол тез тілеп отыр ғой. Дұға жасап. Тез тілемеңдер деген ол қалмайды. Ол неге? Сонда сен намаздарыңды орындау арқылы сен сынаудан өтесің, сөйтесің деп отыр да. Сонда ана өтірікке шығарып отыр ғой. Сен 100 жерден қандай дұға айта бер. Мен қабыл қылмаймын деп отыр Алла тағала. Қабыл ғой, тез тілемеңдер дейді. Қабыл қылмайды бәрі дейді. Және дейді, сендерге дейді, әбден күдер үзген кезде беретін деген. Көрдің бе? Шынайым дейді әбден. Күдер үзесің, бірақ сен Құдайдан күдер беретінен күдер үзбеуің керек та. Енді Құдайдан күдер үзбейсің, бірақ енді сен болмайды ғой енді, болмайтын болды енді. Оған лайық емеспін деп күдер үзесің ғой. Мен оған лайық емеспін деп күдер үзесің сен. Болды, мен сұрап едім, Алла бермеді, менен оқылаймыз, енді маған мен енді күнәм көп, я бір не өттім, маған ол небайды деп сөйтіп, сол кездерде береді, жоқ, сен енді ғана түсіндің деп. Серік қосу ғой, сонда Құран аяттарын терістеп отырған бүкіл масхаб, бүкіл сонда осы кініміз бар, бәрі соны қорғап отыр ғой, серік қосуға қызмет жасап отыр ғой. Тоқаев билігі сол серік қосуға, халыққа сол қызмет жасап отыр. Міне серік қосу деген. Бұдан біз қалай көгеріп көктейміз? Бұдан қалай біздің басымыз қосылады? Бұған қалай біздің дұға тілектеріміз қосылады? Қосылмайды. Біз ешқашанда намаз оқып, басқа қылып, біз дұға тілектеріміз қоймайды. Біз іс-әрекеттеріміз қосылмас. Біз әрекет ортақсымыз болу керек. Ол сен садақа бергенің ол бөлек. Ол сен өзің үшін бересің. Ал сен бұрынғы сонда қазақ халқының сол асар салу, басқаның бәрі ортақсы қосылады. Сонда сен тілек негізінен қосылады. Біз қазір қазақ халқы сол керек, жұмылу керек. Бір ауыл ма? Ауылдың барлық өмірі сенің ортақ қайсың. Бұрын солай етті ғой. Міне сондай жағдайда ғана біз ортақ бір не болсам, бұрынғы уақытта жаңағы не деген жоқ, қарыз деген жоқ қой. Қан сұрақ келеді, басқа сұрақ келеді. Қарыз деп айтпайтын ғой. Қарыз деген сөз жоқ еді. Бер жібере береді. Бер жібере береді. Жоқ деп айтсаң, мынандай болмайды. Енді сонда барлық нәрсенің түйіні неге келіп тіреледі? Осының сол ана сол қана жоқты көбейтуге не қылады. Біз жоқты көбейтуге, жоқты өсіруге масхаб та бәрі де қызмет жасап жатыр. Бүкіл кінімі жүйе жоқты өсіруге деп жатыр. Жоқ деген не ол? Әр нәрсенің түр-түсін жаратқанда.
Жоқтың түсін білесіз ба? Жоқтың өлшемі болады ғой. Мен айтып отырмыз, жоқ дегеніміз сөз болғаннан кейін өлшем болу керек. Өлшемін білесіз бе жоқтың? Жоқ, өлшем білмейді. Мен өлшемді айтайын. Соны өлшемді қара деп атайды да. Қара деп атайды. Жоқ деген қара. Жоқ десеңіз, қара пайда болады да. Көрдіңіз бе? Көрдіңіз бе қалай? Бірден қара пайда болады. Ол қара сосын не болады? Ол семіреді, өзіне жинайды бәрін. Қазір осы қазақ халқын осындай жамандыққа, осындай халыққа жатқанның бәрі сол жоқ құртып жатыр. Жоқпен жоғалып жатырмыз. Жоқ деп айтпа дейді ғой. Қазір екінің бәрі жоқ, анау да жоқ, мынау да жоқ дейді. Жоқ болатын болса, қанаты нан жата ма дейді. Анау қазір мен 5-6 сондай нен қасынан өтем, сондай қаралап шығамын. Нандар не болып. Анау неше түрлі қабықпенен, киіммен нелерін бірге нан тастайды. Сол нанын алып шығамын ішінен. Міне осы сол жоқтықтан емес қой ол. Енді сол 100 жерден сен ақшаңмен сондай не қылып бер, Құдай саған соның қабыл қылады. Неге құштар болсаң, соның күйігін тартасың дейді. Қазіргі біздің сол енді күйік деген не ол? Күйік деген ол ілім. Ілім деген күйік сол. Абай атамыз айтқаны. Қайық шығар ілімнен, ыза шығар білімнен дейді. Сонда ненің соңына түсең, соның күйігін тартасың. Мына осындай қазіргі сол дұғаменен деп атқанның бәрі осы әшейін жалған нәрсенің бәрі. Енді қазір мынау шаруашылық жағында да әйтеуір Назгүл жүгіріп жүр, біраз ашылды. Менің мақсатым да сол. Біз қазіргі мақсатымыз бір жағынан сол дұрыс қой енді. Онан да бір жағынан Алланың берген несібесі ғой. Сол сендерге мына қаражат айтты ғой, несібе береді. Несібені солай беріп қойды. Соны меңгеріңдер деп. Енді қарасаң, қазір ата жолында жүрген, осында жүргендердің бәрі сол қайрамсы көбісуге сондай жағдай жасың, мен көбейтер едім, сиырды да көбейтер еді. Қазір тіптен айтып отырмын, кейбіреулерге айтып, ақшаларың барыңдар, бізге сиыр алып беріңдер, малдарын қосыңдар. Біздің әйелдеріміз соны сауады, бәрін, соны бағады, сендер ақшасын, жем, шөп беріп отырыңдар, сосын пайдасынан сендер соны айранын езің көрі. Мақұл деп отқандар бар. Бірақ бізде соны көп сетін әйелдер жоқ. Аз. Неге аз? Әлі олар өрістері келмеді. Қазір алдына келіп қарасам, кәрімет деп отыр. Бірақ көп сөзге сен жарайсың ба, жарамайсың ба, ол белгісі. Жарайсың ба, жарамайсың ба? Біз қазір осының үлгісін шығаруымыз керек қалайда. Өрісіміздің мақталған, өрісі қалың, ашу болмайтын сондай болу керек өрісте. Сол ғана беріледі. Ал сен де қазір ашуланып жүрдің бе, оланы айранға беріп қойды өрістен. Бір көз зиян тигізуге болмайды. Міне осыған келді, соны айту. Енді сұраныс көбейді. Айта бастады. Маған да тапсырмай береді. Мені машина жөндеткен жерде, сол жерде айтады. Сіз бізге әкеп тұрың, ақшасын алып тұрың. Қоярда қоймай, 3 килограмм май апарып беріп, ал бірден ақшасын аударды. Қуанып жатыр да. Енді айран әкеп тұрыңыз дейді да. Мақұл деді. Болса да не бар, мені көлім сендерге тәуелді ғой енді. Анаусын істедім, жаңада біраз нәрсесін істетіп келдім. Мен айран әкеп тұрмын деп. Енді сөйте не қылып жатыр, тағы бір қызығы мынандай жағдай болды. Бұрылдың сіңлісі ма, осы туысқаны, сіңлісі ғой. Туған сіңлісі аян көріпті. Аян алып. Сөйтсе, неген жүктелген екен, бала көтерген екен. Сен енді ана жерігіңе айран іштепті да. Ой, томай. Қырғызға. Қырғызға сынаяқтағы. Енді қарас, Құдайдың құдіреті ертең айранды сен тіптен орысқа неге жан-жаққа таратады, мен көбейте алмай жатырмын деген сол ғой. Сонда кем 10 литр дейін алып жіберді бұрыл. Сонда жерік, ол деген не сол? Ол жерік асқа байланысты баланың болашағы сол тоғыздай көтеру, қандай нәрсеге жерік болса, соған байланысты ғой. Үлкен нәрсе ғой. Үлкен нәрсе ғой енді. Ол айранға жерік болу деген үлкен нәрсе. Сонымен ол балаға қуат береді. Ол мінекей сол қырғыз ағайындар осылай кетіп жатыр. Сол әйтеуір бұрылдың дұрысталғанның өзі үлкен нәтиже болып жатыр. Бұдан артық қандай енді байлық керек.
Соны енді сосын сауабы ғой сол көбіне пісіп жатқан не жатқандар. Енді сол біз енді сол ғана енді одан сұраныс туды. Демек анау сохранениеге жатқан соларға апарып беру керек болып тұр енді. Сол ана бізге жаңа сол Назгүлдер енді жұмыс істеу керек, ана роддомдарға ел беру керек. Сол айран беру керек оларға. Әл беру үшін мінекей. Қуат беру үшін сол айранды беру керек. Сол анау балаларды түсік тастай беру керек. Соларға керек болып жатыр енді ал. Міне айранның құдіреті. Сондықтан енді әйтеуір кім жүгіріп жүр ғой Назгүлге. Соған қазір енді күн зойды ана көлік алып берген, соған өзі қиналып жүр, ақшасын қашан не қыламын дейді да. Кеше бір айтып жатсам. Енді осы сол ол айранның сол көліктерін аламыз. Ол сен оған ақша бермейсің, сен ешкімге қарыз емессің. Сол көлікті пайдаланасың, сол орда қайда мінесің, қалай не қыласың. Кейін өзің сатып аламын, мен жекеменшік дейсің, сатып алмасаң керек жоқ, ол қашан бұзылғанша жүре бересің. Сосын тағы енді ойлан, тағы көлік алайын мен. Кабинасы бар мына жерде. Осы жерге су тасу керек, енді ұзаққа шығу керек, апару керек. Сондай көлік, бірақ оның сыртқы кабинасы бар. Ішінде жылуы бар. Яғни жаңбырға неған кезде сонымен жүресің. Бір жағынан қарасам, мен өзім де қазір ана дәу көлікті бір анда бір жерге барып келу керек болады, поштаға барып алу керек. Соған мен де арасында мен көрсетемін. Солай да Астанаға сол көліктерді біз жарнама жасаймыз. Сосын оның артына сен 1 тонна айран сияды. Артында несі бар, сондай алып отырмын да. Енді ол күнде өңгі сондай бір жерге жүк апаруға. Өз жерде тұрады, сонда мысалы Назгүл сонымен тарат. Қаяққа барып не қыласың. Оған енді оны қуаттайды, Астананы ол бір айналып шығуға жететін. 70-80 шақырым жүреді. Жақсы ғой. Жүкпенен 70 соны енді мен соны алдырып жатырмын. Міне осылай енді әрі қарай біз дамуымыз керек. Мен бұл енді қазір оған тәуелді отқан біз қазір ана жастар келсе, көлігі бар өздерінің, мен солар қызмет жасау керек та. Мына машинамен жүрсе, ол бөлек болар ғой. Бірақ екі ортаның өзіне мен қазір өзім жүгіріп жүрмін. Ол аман жолы ана жақта әйтеуір жұмысқа байланды, солай болсын, оны жүгіртуге болмайды енді. Мен өзім-ақ әйтеуір есебін тауып, әйтеуір неге үлгеріп отырсам, қыстың күні қиындау болады, яғни өйткені зікірге не болу керек. Зікір ол үзілмеу керек болып отыр да. Мен сол екі орта үлгеремін деп арасына әйтеуір айранды алып келіп сойып жатқан. Міне осындай жағдай. Сондықтан мен де оның өздерің қазір халді көріңдер деген, мысалы сол бұрыл өзі соның халіне жалғанғаннан кейін сол арқылы анандай қуат қосылып жатыр. Мен айтуым сол еді, сендер өздерің халден әуел, сендер өздерің ішіңдер, туған туысқандар өздерің біледі, сендер жалғаныңдар деген. Мына расталып тұр ғой енді. Мен күні бұрын айттым ғой. Алдыңдар сендер әуел өздерің ішіңдер. Сонда сол арқылы біз қуат қосу деген біз халді береміз. Біз ешқашанда бірімізге ол Алла тағала бәрі бұйрығымен болады. Біз не істейміз? Біз халді өндіреміз. Біз қуатты өндіре алмаймыз. Қуатты беруші иесі Тәңір, Алладан басқа Тәңір жоқ. Қуат деген Тәңір ғой. Сондықтан Алладан басқа Тәңір жоқ. Қуатты біз бере алмаймыз. Біз халді ғана береміз. Сондықтан сіздер сол халді өсіру керек. Қалай да сол халді көбейту керек, халді өсіру керек, сол халді бейнелеу керек. Қандайдың өзі халі болу керек. Сол енді қазіргі негізгі мынау қарғысқа жаңағыдай сондай неше түрлі дұғаменен, өтірік нелермен байланып қалған, ақырын сондай ең соңғы әйтеуір тазарды қазір соған келді. Сол қанипа ғой. Сол қанипадан мен сол қалай да отқан, сендер қандай сөз айтсаңдар да, мен соған шыдап, жаңағы мен елдерге айтып жатырмын, не қарсылы, соған шыдап, бел тәуекел деп өткен сол қанипа, сол қалып болады. Ертең қанипадай 10 әйел пайда болса, онан тағы 100 әйел пайда болады. Міне кете береді. Сонда өмірге ұрпақ алып келеді, наматтық ұрпақтарды біз солай жаңғыртамыз мінеге. Осылай бір жағынан Қытай мен ортаға көпір салынады. Осы Сұлтан мен Қанипа әйтеуір. Қанат деген әйтеуір өйтті бүйтті. Бір былай жақсы жігіт қой, мен нем жоқ. Бірақ қорқыныш пайда болды. Мен мен әке-шешеме қылады деді. Енді керісінше Қытай бізден қорқсын. Мінекей осының жолын байлап отыр да. Осыны байлап отқан Қытай қазақтары. Біз сол әруақты меңгеретін болсақ, ол кезде қазақты жеңетін әлемде ешқандай күш жоқ. Қуат бар жерде ол күш әсер ете алмайды. Қазіргі заңның күші ата жолын жеңуге әсер етмейді. Өйткені ата жолында қуат тұр. Ата жолында тәңірлік қуат тұр. Сондықтан ол мазһабта қуат жоқ.
Масқапты кініп жіберсін, патырлар бетін қалып бітсін шығарады да. Оны болмайды, сол қазір қорғап тұрған дұрыс. Ертең ана істер үшін масқапты халық өзі баяғы, бірақ ол керек, бізге мешіт керек, бізге молдалар, имамдар керек. Мен бүлдіруші деп отырмын, қайта мен басын қоссам деп отырмын. Олардың бәріміз біздің тілегіміз бір неге қосылу керек. Неге қосылмау керек? Қосылу керек біз қазақ болғаннан. Мен соны айтып жүрмін. Мен Тоқаевқа да осыны ұсынып жүрмін да. Тоқаевқа мен сол тарихта қалатын осындай Тоқаев деген басшы болып қазақтың бағын ашқан деген соны деп отырмын да. Бірақ Тоқаев қолынан келмей жатыр. Себебі отырар кітапханасының кілтін Алла тағала маған берген. Оны берген нығым еді. Сен ашасың деп. Маған бекітті ма? Ол бір жағынан Алланың ол берген кепілдігі мені отқа салса күймеймін, суға салса батпайтын Алла тағала не беріп қойды. Сондықтан енді отырар кітапханасын тек қана Нұрсұлтанға көрсетесің деген. Нұрсұлтан алған жоқ. Енді Тоқаевқа мен бергім де жоқ. Себебі қазақтың туралы, қазақтың осы ұлттық қуат туралы, қазақтың жоғалтқан 2 күн тұрып бір сөз айтқан жоқ. Ел басшы ретінде, президент ретінде әлі бір де сөз айтқан жоқ. Қазақтың ар ұяты туралы нөл. Ондай жағдайда мен қалай көрсетуім керек? Көрсете алмаймын. Айтпаймын оған. Себебі отырар кітап қай жерде екен мен білемін. Ал оған мен айтуға хақым жоқ. Осындай жағдай мен қазір. Біз қалайда енді осы ұғымды көзіндер. Біздің қазақтың шариғаты, әдет, ғұрып, салт, дәстүр 4 нәрседен тұрады. Бұл қазақтың шариғаты. Бірақ бұл Құдай ісі емес. Бұл енді айтқанда қазақтың осы діні сонымен басқарды. Оны дін деп атауға болмайды. Әдет, ғұрып, салт, дәстүр ол дін деп атауға болмайды. Ол біздің әдет, сол дінді меңгеретін, ол аққан біздің шариғатымыз. Ал дін деген әркімде өзінде болады. Ол қиянат түрінде болады. Ол зұлымдық түрінде болады. Ол жамандық түрінде болады. Дін ешқашанда дін сенде ол жақсылық болып тұрмайды. Жақсылық болып тұрмайды. Естеріңде болады. Дін сенде зұлымдық болып тұрады. Дін сенде нәпсі болып тұрады. Дін сенде сезім болсын, бәрі сонымен дінім. Сондықтан біз соны жақсылыққа, біз дінімізді біз өзіміз бейнелейміз. Сонан барып біздің адамдығымыз, сонан барып кісілігіміз пайда болады. Сөйтіп, сол адамдық кісілігіміз бейнелеген дінімізде тұрады, дінімізді, сол мінезімізді, көрген мінезімізді біз Аллаға ұсынамыз. Көлеңкемізді Аллаға ұсынамыз. Сондықтан Құранда айтады, көлеңкенің ұзын жағын Алла өзіне алады деп. Қазіргі сендердің діндердің бүкіл мазһаб болсын өздері айту жоқ деп. Жоқ болып тұр, қара болып тұр, нүкте дінім. Әр адамда қара май болып тұр да. Қазір мен дінім жоқ деп дінген білмейді, соларда нүкте болып тұр. Олардың діннің аты жоқ. Жоқ деген ұғым, міне. Сондықтан жоқтан жоғалады олар. Олар өздерін жоғалуға бұйрық қойып тұр, менде дін жоқ, мен зайырлымын дегенде. Ол өсу керек, оныкінің ұзын көлеңке айналдыру керек та. Дінім, сен сондықтан енді соны дінді енді көлеңкелерді, күнді көлеңкелерге дәл қылдым дейді. Ал мінекей міне дінге енді келдік. Құранда тұр ғой, күнді көлеңкелерге дәл қылдым. Сендердің көлеңкелеріңнің дейді, ана оң жақтан жолақтан ауытқан көрің дейді. Сенің дінің ауытқиды екен, оң жақ солы. Мінекей, дініміз біздің ауытқиды екен да. Осының бәрі Құранда тұр. Осының бәрі біздің қазақтың тілінде тұр, қазақтың ділінде тұр түсінігі. Сондықтан біздің сол ана 3 кітабымыздың біреуі бар, ол жоғалған жоқ. Қазақша сөйлейміз, қазақша айтып күлеміз, қазақша бір арасында енді ойланамыз, қазақша енді оймен тұр ғой. Ал қалған екеуі жоқ. Оны Тоқаев билігі кінібі арқылы бұғаттап отыр. Сол кінібінің отырған басшылар осының енді зардабын тартасыңдар. Енді кеш қалмасаңдар, дереу осыны демасаңдар, енді кеш болады талайыңа. Жоғаласыңдар үрім бұтақтарымен. Міне осыған кеп тірелді. Бұл жақсылық емес. Тоқтату керек. Экстремизм, терроризм дегендердің бәрі өтірік ұғымдар осының бәрі.
Бұның бәрі ғана сол орыстың бізге тықпалап берген, соны сендер дін қылу мүмкін. Ондай болмау керек қазақта.